Саламатсыздар, мен Сәрсенов Төрелі Жарысқан Қашуатынан номер 68 мектеп лицейінің 11-ші А сынып оқушысы. Бүгінгі тақырыпта ұлы өнертапқышқа алғашқы қадам инновациялық идеясының республика байқауында ракета арал 2023 жобасын әкеліп отырмын. Өз назарымда бірден ракета болғандықтан, ракета өте күрделі және қызықты тақырып болғаннан кейін өз жобамды сіздерге ұсынамын. Көріп отырғанымыздай ең бірінші корпус және ұшу диапазоны және ракетаның басы, оның ішінде парашют. Арал қаласында бұны ұшыратын жер болмағандықтан жоба жетекшісі Алтынбек Камаланұлы Алматы қаласындағы оқушылар үйі космосқа орталығына барып тәжірибе жүргізген болатын. Бейнероликке назар аударыңыз. 4 күндік жұмыстың нәтижесі бойынша Арал ракетасын ұшырамыз. Қазір біз дайындап жатырмыз. Сол осы ракетаның ұшыру барысында 60 метрге ұшады деп жоспарланып жатыр. Және ол ракета қайтадан жерге қонуы керек. Соны біз дайындап жатырмыз. Ракетаны ұшыру алаңына алып келдік. Запускке дайындап жатырмыз. Мынандай қондырғымен орналастырады екен, және маған әкеліп орналастырып қояды екен. Сонымен ол астына қарай түседі, және маған әкеліп қондырға қондырады екен. Ана жерде көрдіңіз бе, не тұр ғой? Ана тоқ береді, иә? Тоқ береді, ана қыздырады да мынаны жаға. Ішіндегісі не екен ол? Қандай химикат ішіндегі? Енді ракетаны ұшыруға дайындаламыз. Жүріңіздер. Арқылы жүреді, кілтті бұрып, содан кейін кнопканы басамыз. Іске сәт. Кет. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, не открыйся! Она, походу, сгорела. Нет. Ағай, комментарий айтыңыз. Міне ракетамызды ұшырдық, өте керемет. Қазір аспанға ол 100 метрде ұшып аспанға кетті. Қазір біз ракетаны қону алаңына барамыз. Маған бұл жобамен жұмыс істеу өте қызықты және жағымды болған болатын. Өте қарапайым түрде жасалған зымыран әрбір адамның үйінде жасалады. Жазғы демалыста өзімнің жетістігімді сыныптастарыммен бөліскім келді. Қорытындылай келетін болсақ, ракетаны жасау әрбір адамның қолына дұрыс ақпараттар жинап, мәліметтер жинай білсе, өз үйінде құрастырып және ұшыра алады.